Саламатсыздар ма достар? Бүгінгі дайындайтын тағамымыз сточники с творогом, сүзбелі сочник. Алып кеттік. Құрамын видеоның соңында жазып кетемін. Қамырына маргарин я сливочное масло, 3 қасық шекер, 2 қасық қаймақ. Осыны миксермен ұнтақтап аламыз. Ванилин, жұмыртқа, сода. Енді ұнын саламыз. Міне тестіміз енді дайын болды. Қараңыздар. Осыны аламыз да, пакетикке саламыз да, 1 сағаттай холодильникке қоя тұрамыз. Ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Енді ішіне начинкасын дайындаймыз. Творог керек. Төрт жүз грамм творог саламыз. Бір жарым қасық қаймақ. Видеоның астына нақты қылып рецептісін жазамын. 1 жарым қасық шекер. 1 жұмыртқаның сары уызын саламыз. Бір жарым қасық ұн саламыз. Начинкасы дайын болды. Міне бәрін араластырдық. Творог, қаймақ, жұмыртқаның сары уызы, шекер бәрін араластырдық. Енді сочнигімізді дайындаймыз. Ал міне біздің тестіміз дайын болды. Енді жаямыз, пока 2-ге бөліп алайық. Міне жұқалығы мынандай болады, шамалы тек жұқалау боламыз. Сосын мынандай банкымен мен оям. Қалған осындайларын алып қоямыз. Бұдан да қазір сочник жасаймыз. Біріктіріп жібереміз осылай. Енді міне құттай үстінен тағы да осылай қылып катать етеміз. Ал енді ортасына начинкасын саламыз. Толық емес, бір қасық шай қасық творог. Сосын міне қараңыздар. 2 жағын шамалы ғана тек бөгеміз. Осылай тұрады. Шаппаймыз. Размерін үлкен қылып та жасауға болады. Мен осылай кішкентай болған жақсы көремін, әдемі болады. Енді жұмыртқаны жақсылап бетімен араластырып аламыз. Өте шылқытпай
Bir жағы пішірсақ. Енді творогты жағамыз, творогке жағамыз жұмыртқаны қамырдан кейін. Енді пешімізге, қызып тұрған пешімізге 180 градус 25-30 минутқа саламыз. Творожный сочники біздің дайын болды, дәмін көреміз. Коржығы жұмсақ, ішіндегі начинкасы жұмсақ. Менен сіздерге рецепт, сіздерден маған лайк.